Астанадан Алматыға жол жүрсеңіз, көргенде боларсыз. Ақшатау деген ауыл бар. Дәуірінде дәурені жүріп тұрған кент еді. Жұртының саны сол кездері 8 мыңнан асатын. Алтыннан қымбат молибден, вольфрам, осмий секілді металл өндірілген. Ал бүгінде зауыт жұмысын тоқтатқан. Күнкөріс қиындады. Енді сенделген жұрт не істесін? Пұлдауға келетінің бәрін сата берген. Таусылған соң темір терсегі көп шахтаны да бұзған ғой. Ал әлгінің асты радиация екен. Зауалдың бетін сөйтіп ақшатаулықтар өз қолдарымен ашып жіберген. Енді ел бармақтарын тістеп отыр. Ісік ауруы көбейген. Тоқыраған ауылдың тіршілігін тілшіміз Нұрбек Бекбау баяндайды. Біздің қазақ нендей нәрсеге болсын, атау беретін болса, біліп барып қоятыны бар. Көрегендігі шығар. Әйтпесе, мынау Ақшатаудың көп кейін расымен ақша беретін әппақ тау боларын кім біліпті? Міне мынау қарапайым ғана қаратас секілді, бірақ құрамында мұның вольфрам, молибден, осмий секілді металдар бар. Ол дегенің алтыннан қымбат металдар. Дәл осы металдар кезінде Ақшатаудың негізгі кіріс көзі, тіршілік нәрі болған еді. Ал осы тастарды өндіру тереңнен мынау фабриканың жұмысы болатын. 1997 жыл фабрика жабылып тынды. Моноқалаларға тән көрініс мұнда да қайталанды. Жалғыз өндіріс ошағының от өшкесін ауылдағы ағайын дағдарды да қалды. Жұмыс жоқ. Күнкөріс үшін қолындағыны сатты. Болмады. Сосын мынау темір терсегі көп шахтаға көз түсті. Соңы міне фабриканың әжетке жарайтын түгел дүние шәукемделді. Я, темір тергендер тым тереңге түсіп кетіпті. Шахтаның астына дейін барған. Ал ол жақта ол металдар жүрген жерде бұл жерде радиациялық фон да көбеюі мүмкін. Вольфрам, осмий, молибден металдарының маңайында радон деген бәлекетте жүреді. Радиациясы сұмдық енді. Қатер қаупі мынадай. Бұл газ астма, бас сақинасы, бас айналу, құлазу секілді аурулар тудырады. Соның салдары шығар. Ақшатауға суицид таңсық нәрсе емес. Бұл басы ғана. Радонның сәулесі денеге өткесін өкпені шұрқ тесік етеді екен. Ісік ауруын тудыратыны тағы бар. Міне, ашылып қалған шақта осындай шырғалаң жасауда. Осы жағдайды қазір аудан әкімі қолға алып, ағадырға қазір көшіңізде деген қойып жатыр, бірақ көптеген адамдар менің шалым жатыр, менің басқам жатыр деген жағдайларды айтып, көшкілер келмейді. Көшкілер келмейтін кісілердің өзінде сұхбатқа тарттық. Неге, себебі неде деп. Көшесіздер ме? Жоқ, біз көшпейміз. Көшемен, анан шалды тастайын, инвалидті өзім кетемін. Көшемен екі баламен. Үйем солай мені ақша берсе компенсациян болды, балаларға жұмыста болса болды. Я, көшпеске амал да жоқ. Ауылдың бұрын 8 мың тұрғыны болса, бүгінде 1134 адамға дейін азайған. Қалып қойған сол мыңдықтың 54-і мүгедек, 131-і зейнеткер. Екі қолға бір күрек тапқанның саны 356 кісі. Оның өзінде Приозерск, Ақсүйек, Шұбаркөлге барып жалданып жұмыс істейді. Я, кезінде күреп ақша тапқан Ақшатаудың қазіргі сыйқын халық Қашқантау атап жүр. Қысқасы, Ақшатау үкіметтің болашағы жоқ деген бағдарламасына басы бүтін сыйып тұр. Оқсуеді көшуіне көмектеседі. Әр отбасы мүшесіне 5 МРП-дан 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаражат беріледі. Үйлері арендный, арендасын төлеп тұрады. Жұмыс орнын отбасына тауып береді бір адамына. Сонда енді қол жетімді баспана деген сөз ғой. Жұмысы да болады, радиациядан ортасына кетіп, келешекте балаларын дұрыс оқытып, жетілдіруге. Тізім тағы бір ауылға азайды. Алайда адамын ауру еткеннен көшірген абзал дүние. Жолда жатқан Ақшатау туралы көргеніміз бен түсіргеніміз осы болды. Нұрбек Бекбау, Советхан Жагиев, Ұлттық арна.